6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Мен дайындыққа баруым керек, Рерити. Көйлегім дайын емес пе? Әлі дайын емес. Бірдеңе жетіспейтін сияқты, бірақ не екенін білмеймін. Бәлкім, аппликация керек шығар. Аппликация? Немесе жылтырақтар. Жылтырақ! Балақай Белл, маған көмектескеніңе рахмет әрине, бірақ... Мен асыра сілтеп жіберген сияқтымын, Рерити. Бұл топтаманы Сапфир Шорс пен оның бишілеріне уақытылы дайындап беру сен үшін қаншалықты маңызды екенін білем. Ол рас, бұл менің ең маңызды тапсырыстарымның бірі. Сапфир Шорс деген поп жұлдыз, бүкіл Эквестерге танымал, келесі аптада Контрлотта өнер көрсетеді. Демек, костюмдерді арғы күннен қалдырмай алу тиіс. Әлі уақыт бар ғой? Жоқ десе де болады. Бірақ мені біреу асықтырса, жұмысым өнбейді. Аспай-саспай сабырлық сақтасам жақсы болады. Несі бар? Жақсы. Олай болса өзіме Apple Blue мен Скут алуға тіккен көйлектерімнің тігістерін тексеріп, түймелерін қадауға көмектесіп жіберсең қайтеді. Мен олардың мінсіз болғанын қалаймын, және сенің сарапшы ретіндегі пікірің керек. Сен маған талай көмек жасадың. Қалай бас тартады екем? Көйлектер қай уақытқа керек? Ертең кешкіге, ашылу салтанатына. Бірақ балақай Белл, жарқыным, менің уақытым өте тығыз. Түсінем. Дегенмен біреу көмектесетін болса, онда үлгеруім де мүмкін. Рахмет саған. Сен жер бетіндегі ең керемет әпкесің. Көйлектер әне тұр. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, Шын жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, біз болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Сұлу бикеш кім үшін еңбек етеді? Қыздар, сендер қайда жүрсіңдер? Көрермендер залға толып қалды. Костюмдер! Реритидің жаңа костюмдерді алып келмегеніне сен алар емессің. Соңғы кездері қолы босамай жүрген. Неге әлі келмеді? Баяғыдан біледі ғой. Мұны бірнеше апта бұрын естідім, солай ма? Оған өтініш айтқанмын, рас айтам. Бірақ мен бұл пьеса үшін көп еңбектендім. Үшеумізге арнап жаздым. Режиссері де өзім болдым, рөлді де ойнап шықтым. Костюм тігілді. Енді жарқ етіп шығып, өз бетімше бірдеңе жасайтын уақыт келді. Мен солай болғанын қалап едім. Бірақ біз бәрі мінсіз болғанын қаладық қой. Қойылымға достарымыз да келеді. Жайғасыңдар! Мен мұндамын. Келдім. Үлгердің бе? Шара басталуға таяғанда келгенім үшін кешірім сұрайым. Бірақ мен сенің дизайныңа біраз өзгерістер енгіздім. Жеңін жөнде біраз әуреге түсуіме тура келді. Қанша айтқанмен бұл сенің алғашқы пьесаңа арналған костюм ғой. Ол әдемі болу керек. Орындарыңа жайғасыңдар. Ей! Мен тап қазір жақсы жаңалық ала келдім, ханым. Мінекей. Халықтың қошеметін көрдің бе? Әлі қобалжып тұрмын. Қалай? Арманың орындалды ма, Белл? Осы қойылымның арқасында үздік баға алсаңшы. Сценарий үшін бе, режиссерлық жұмысым үшін бе, әлде актерлық ойыным үшін бе? Әлде көйлектерің үшін бе? Не үшін сонда? Қане көңіліміз бөлінбесін. Залда ине шаншар жер жоқ. Достарымыздың бәрі отыр. Бәрі бізді қолдап қошемет көрсетуге асық. Қарапайым болайық. Сәнді болайық. Керемет. Тезірек басталса ғой. Міне, біз де келдік. Қойылымға қатысты ойларыңызды айта беріңіздер. Кезекке тұрыңдар. Я, қыздар, мұны әпкелерін көрсе тәнті болар деп ойлаймын. Ойлаймын. Олар Реритиге көмектесуге кетті. Таңертең костюмдерді Контрлотқа алып кету керек. Тіпті Рейнбоу дешті ме? Я, Рерити мүлдем үлгермей жатыр. Қойылым керемет өтті. Мен сусын алып келейін. Қалуға мүмкіндігі болған понилердің бәріне ұнаған болар. Керемет.
Сендерге көбірек не ұнады? Сценарий ме, актерлік шеберлік пе? О, маған костюмдер қатты ұнады. Ал маған кейбір ой оралымдар ұнады. Рас па? Сонда қайсысы? Сөзбе-сөз айта алмаймын енді. Бірақ сен бұл сөздерді айтып тұрғанда үстіңде әдемі матадан тігілген алқызыл түсті көйлек болды. Көйлектің кереметтігінде шек жоқ. Ал маған кестеленген манжеті бар желбіректермен әрленген көйлектер қатты ұнады. Иә, ол да жаман емес. Сонда бұлардың арасында көйлектен басқаны, яғни пьесаның үзінділерін есіңде сақтап қалғандарың жоқ па? Сонда мынаның бәрі бас киім бе? Дәл солай. Бұл өте сәнді бас киім, гардероптың ең негізгі құрамдас бөлігі. Бірақ өкінішке орай, мына тігіс болмаса, ол бар болғаны түкке қажеті жоқ зат деген сөзге жақсы бір балама табуға тырысып тұрмын. Енді арқаны кеңге сала берсек болады. Не боп қалды, балақай Белл? Ойылым нашар өтті ме? Өте нашар! Не болып қалды? Менің тіккен көйлектерімнің кемшілігі бар ма? Жоқ, көйлектерде мән жоқ. Мәселе сонда. Мен барып, біраз демалып келейін. Иә, біраз серуендеп қайтайық. Я, серуендеп қайтайық. Бұлай істеуге қалай дәтің барды? Қандай әдемі көйлек. Көйлек неткен керемет. Көйлек. Демек оларға көйлек ұнаған екен ғой. Мені алаңдатып қойдың ғой. Өзім де біліп едім. Сен мұны әдейі істедің. Әдеттегідей мені көлеңкеде қалдырып, өзің көзге түсуге тырыстың. Тағы да 5 жасқа толған туған күнімдегідей. Мұнымен не демексің? Ұмытып қалғансың, танытпа. Енді актриса ретінде де менен артық екеніңді де дәлелдеуге тырысып жүрсің. Белл, егер сені ренжітіп алсам, Сен көйлекті әдемі қып тіктің. онсыз да әдемі болды емес пе? Иә, әдемі болуға тиіс еді, бірақ көздің жауын алатын да емес. Мен бар болғаны сенің қалағаныңды жасадым. Сен алар емеспін. Бір апта бойы тер төккеніме қарамастан, балақай Белл, маған қызыл таспаны берші. Жоқ, бұл қызыл емес, шие түстес. Жоқ, бұл қызыл емес, даршын түстес. Олардың бәрі қызыл ғой. Барып сөйлескенім дұрыс. Әрине, Сапфир Шорс айтпайды ғой. Саған мына қызыл таспаны кім беріп тұрды? Сенің жұмысың мені қызықтырмайды. Мына керемет қызыл таспа ғана қызық деп айтпайтын шығар. Одан да күте тұрғаным жөн болар. Тіпті ұйықтай алмайым. Әпкем енді риза шығар. Менің жасаған жұмысымды жоққа шығарудың басқа жолдары жоқ болғанын қарашы. Тіпті жақсы. Енді не болды? Тамаша! Ең жақсы сценарий номинациясының жеңімпазы режиссер, актриса тамаша қойылым қойған Пони мен оның достары. Балақай Белл! Жарайсың, балақай Белл. Құттықтаймыз! Керемет! Сәттілік. Құтты болсын! Құтты болсын жеңісің! Керемет! Ой! Кетпеңдер! Жауып кетті ғой. Жетер, неге ылғи бәрін білдіресің? Жетер! Ай, ханшайым, бұл шынымен сіз бе? Әлде мен түс көріп жатырмын ба? Ал өзің қалай ойлайсың? Ойлануға мұрша беріңізші. Сіз жаңа ғана мені қарқылдап күлген Рерити бұлттан құтқарып қалдыңыз.
Я, бұл түс болуы да мүмкін. Сенің қазір қандай сезімде екеніңді біліп тұрмын, Белл. Менің де ылғи өзімнен асып түсетін, алдымды орап кететін әпкем бар. Онымен мен де күрескенмін. Тоқтаңыз, қайтып келіңіз, Айханшайым. Мені естіп тұрсыз ба? Жасаған жақсылығыңызға рахмет. Көмектестіңдер. Әлі де есімде, 5 жасқа толған туған күнім еді. Соған лайықты боп шығуға тырыстым. Әпкем сияқты сәндендім. Бәрі дайын болғанда баспалдақтан түспек болдым. Балқан шайымы сияқты шықпақ ойым болған. Бөлмеден шықсам кеш мен сізде қызып жатыр. Я, бәрі көңілді. Ал мен баспалдаққа қонақтар мені қашан байқар екен деп күтіп тұрдым. Қонақтарға арналған сыйлықтар әдемі екен. Керемет, оны қайдан алдың? Өзім жасадым. Сендердің торт жегілерің келетін шығар, солай ма? Сен сондай кереметсің. Керемет те әпкесі болса, туған күн иесінің не керегі бар? Сол кезде әпкем барда ортаға жарқырап шығам деу, бұл сәурешілік екенін түсіндім. Бәлкім сен бәрін білмейтін шығарсың, балақай Белл. Мені түсінетін шығарсыз деп ойлап едім, Айханшайым. Белл қайда? Әне-міне келіп қалу керек. Мен күтуден шаршадым. Зергіп ұйықтап қалмай тұрғанда бұл жерден кетейік. Менмен кім кетеді? Байғұс Белл, мұндай масқарадан кейін оның туған күніне енді ешкім келмейді. Кетпеңдер, қонақтарға арналған сыйлықтарды ұмыттыңдар. Оларды мейрамның соңына сақтап отыр едім. Қонақтарға арналған сыйлықтар сондай әдемі. Керемет, мұны қайдан алғансыңдар? Өзім жасадым. Торт жегілерің келетін шығар, я, солай ма? Керемет! Керемет әпкесі болса, туған күн иесінің кімге керегі бар? Жоқ. Мұның бәрін балақай Белл ойлап тапты. Мен бар болғаны оның ойын іске асырдым. Демек, Рерити олардың назарын өзіне аударуға тырыспаған ғой. Менің туған күнімнің жақсы өткенін қалады. Солай ма? Айханшайым! Айханшайым! Қазір тіксем бе екен, кейін бе? Қазір тігуге де болады. Бірақ кейін қайта өзгертуге тура келеді. Бұл қашан болды? Бірақ контрлотқа дейін күтсек, онда Сапфир Шорстың алғашқы әсері онша болмай қалады ғой. Тоқта, бұл бүгін кешке болған жағдай ғой. Сапфир Шорс атақты жұлдыз. Ұсақ түйектің бәріне шүйлігет. Ал егер бір кемшілігі болып қалса ше? Қызық екен, мен мұндай нәрселер мені ғана толғандыра ма десем? Сабаңа түс, Рерити. Болмайтын нәрселерді ойлай берудің қажеті жоқ. Сен ештеңеден құр қалған жоқсың. Енді ұйқыны қандыру керек. Ертең бәрі жақсы өтер деп үміттенем. Бұлай дегенің қызық екен. Бар. Бір кездегі мен сияқты жаман ойларға еріп, құлақ түретін болсаң, болашақта сені не күтіп тұрғанын көр. Міне, олай болса, енді негізгісіне келейік. Мейрамның сәнін келтірген нәрсе? Мүмкін емес. Осы жолы қателескен сияқты. Мен бәрін жақсылап тексергем. Бұлай болуы мүмкін емес. Бұған сенімдісіз бе? Маған бұл мүлдем ұнамайды. Өтінем. Өндәлі шәпкемді, менің бұған қарағым да келмейді. Жетер енді, Айханшайым, сіз мені естімейсіз бе? Тексер және тексер. Менің бұрынғы тігіншілерім туралы кімнің қызықты хикая естігісі келеді?
Қайта тексеруден шаршама. Қайта тексер. Мен бұған қарағым келмейді, жетер, Айханшайым! Маған көйлек тігіп берші, Рерити, өтінем. Кет. Енді бұл іспен айналыспайтынымды білесің ғой. Оятыңызшы мені, Айханшайым! Оятып жіберіңізші! Рерити? Жоқ, қорап та жоқ. Енді не істесем екен? Мен кешігіп қалдым! Сендердің міндеттерің Реритидің назарын ұзақ уақытқа аудару. Мен қорапта тұрған бас киімді қайта тігуім керек. Ендігі кешігіп қалмасақ, Мен қобалжып тұрмын. Сапфир Шорсты көретінімізге сенелер емеспін. Оның әндерін сүйіп тыңдаймын. Оны жақсы көрем. өзіңдегі пониді оятпа. Бұл менің ең сүйікті әндерімнің бірі. Біз Сапфир Шорсты көру үшін бара жатқан жоқпыз. Менің әпкемді құтқару үшін барамыз. Өз обалы өзіне. Бұлай деуге қалай дәтің барады? Рерити бұған лайықты емес. Жоқ, өз обалы өзіне деген Сапфир Шорстың тағы бір әні. Сен мұны шынымен білмедің бе? Оның әндерін тыңдамайсың ба? Мен қойылым көргенді жөн санаймын. 5, 6, 7, 8, бабам. Керемет, тамаша. Сөз жоқ. Керемет. Тағы бір рет. Басынан бастап. Қане бұл жолы сүйікті дизайнеріміздің алдында ұятқа қалдырмаңдар. 1, 2, 3, 4. Бірақ сіз бізді жіберуге тиіссіз. Мен Сапфир Шорстың дизайнерінің сіңілісімін. Бізге сенуіңіз керек. Балақай, менің жалғыз міндетім Сапфир Шорсқа сен сияқты табынушылардың кедергі жасауына жол бермеу. Бірақ мен табынушы емеспін. Мен де. Кедергі жасамаңдар. Міне енді маған ұнады. Мына жердің көркін қыздырып жібердіңдер, қыздар, барып су ішіп келіңдер. Рерити, қане бер кел. Маған не алып келгеніңді көрсет. Сапфирдің мұны көріп тәнті болғысы келеді. Az қалды. Ол жерге қалай да кіруіміз керек қазір. Жарайды, әзірге бұл киімдер маған ұнап-тұр. Бұл толық жинағы ма? Негізі, ең жақсысын соңына қалдырдым. Ал енді... Мұның даршын түсті таспамен қалай болатынын көруіңіз керек. Балақай біл. Сен оны танисың ба? Бір минут. Міне, бұл менің түсім болар. Олай емес. Сен бәрін өңіңде көріп тұрсың. Айханшайым, мен бұлай болғанын қаламайм. Енді не істесем екен? Онда мынадан бастайық. Қалай тігу керектігін білетін шығарсың деп ойлаймын. Менің білгім келетіні, бұл қылығыңды қалай түсінуге болады. Дәл қазір түсіндіріп берсең деймін. Бұл жұмыстың біз үшін қаншалықты маңызды екенін білесің бе? Қойылым кезінде бар назарды өзіне аударғаның үшін ренжідім. Сен тіккен бас киімнің негізгі тігісін сөгіп тастадым. Кешір. Не? Бірақ одан кейін болашағыңа балта шапқым келмейтінін түсіндім. Сондықтан кеш болмай тұрғанда бәрін түзетуге келдім. Сондықтан, міне, мен бәрін қайтадан ретке келтірдім. Өтінем, кешірші. Тоқта. Ал, мынау не? Сен маған Сапфир Шорсқа бұлын айт. Егер белгілерді оқып үйренбесең, мына түріңмен мен сияқты жетістікке жетпейсің. Ал бұл бәрі бітті дегенді білдіреді. Есіңде болсын. Уәде берем, бұл бас киім саған қатты ұнайтын болады. Жаман емес.
Бірақ мен Мұқият қара, тігісіне көз сал. көрейін. О, мынау дельфин ғой. Маған сәттілік алып келетін белгі. Дельфиндер түсімде менімен бірге жүзіп жүреді. Дельфиннің бейнесін салу деген ой саған қалай келді? Ол енді қалай айтсам екен? Менің түсіме енді. Әлгі көйлектерге бола сені ренжіткенімді кешір. Әншейін көмектеспек болғаныңды енді түсіндім. Балақай Белл, мен сені кешірдім. Бірақ қойылымдарыңды сол күйі көрмедім ғой. Қойылымдарыңды қайтадан көруге болатын шығар. Қойылым соншалықты керемет болды деп ойламаймын. Шынын айтқанда, оның ең керемет бөлігі сен тіккен костюмдер болды. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.